Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай баклажаннан қарапайым күнделікті жеуге болатын салат әзірлейтін боламыз. Келесі рецептерді менің каналымнан жіберіп алмас үшін осы видеоға лайк басып, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Достар, салатымызды әрі қарай даярлау үшін бізге осындай баклажан, лимон, тәтті бұрыш, 2 қызанақ, картоп крахмалы, дәміне қарай тұз, қара бұрыш, көк пияз және 2-3 осындай чеснок керек болады. Ең алдымен баклажандарды осылай тазалап алып, бірнеше бөліктерге бөліп, тереңде 30-дағы суға саламыз. Одан кейін 1 шай қасық тұз салып, бетін жауып 10-15 минутқа қойып қоямыз. Баклажандарымыз дайын болғанша тәтті бұрышты, қызанақты 4 бұрышты етіп турап аламыз. Тураған кезде өте ірі болмау керек, осылай ұсақтау етіп тураған дұрыс. Достар, өздеріңіз көріп тұрғандай, бұл салат көп құрамды қажет етпейді. Сол себепті күнделікті жасауға да болады, өте дәмді болады және жеңіл салат. Келесі кезекте суға салынған баклажандарды құрғақ ыдысқа салып аламыз. Одан кейін 2-3 қасық картоп крахмалын алып, баклажанға араластырамыз. Достар, егер сіздерде картоп крахмалы болмаса, орнына жүгері крахмалын қолдануға болады. Егер екеуі де болмаса, жай ғана бірден майға қуырып алуларыңызға да болады. Қызып тұрған тападағы майға баклажандарды салып, екі жағын алмастыра отырып, қызарғанша қуырып аламыз. Баклажандар осылай әдемі болып қызаруы керек. Достар, бұл салаттың дәмін келтіретін осы қуырылған баклажандар. Сіздер де жасап көріңіздер, міндетті түрде өте оңай, өте қарапайым және дәмді салат. Енді салаттың барлық құрамын араластырамыз. Ең бірінші баклажанды, тәтті бұрышты, қызанақты, өте ұсақ етіп туралған көк пияз бен чеснокты салып, дәміне қарай тұз, қара бұрыш себеміз және жарты лимонның согын осылай жасап құямыз. Қараңыздаршы, өте аз ғана уақыттың ішінде біздің салатымыз дайын. Енді міне осыны дастарханға ұсына берсек болады. Достар, осы салатты барлығыңызға жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді және ерекше және тез дайындалады. Сіздер де менімен бірге дайындап көріңіздер. Бұл салаттың тағы да бір ерекшелігі майонезсіз және артық майсыз жасалатын салат және өте жеңіл салат. Сіздер де жасап көріңіздер. Достар, видеоны соңына дейін көрсеңіздер, келесі рецептерді менің каналымнан жіберіп алмас үшін осы видеоға лайк басып, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Достар, алдағы сәрсенбі өте оңай жасалатын және қайнатылмай жасалатын тосаптың рецепті шығады.